Қайырлы күн достар, қалайсыздар? Бүгін жарнамалық креативтер туралы сөз қозғайтын боламыз бұл сабақта. Яғни креативті қалай жасау керек, оның форматтары, тағы да басқа сұрақтарға жауап беремін. Кеттік. Жарнамалық компанияның сәтті болуының 33% жарнамалық хабарландыруға байланысты. Ең бастапқы сабақтарда айтқанмын, 33% мына нәрсеге тиесілі, жарнамалық хабарландыруға байланысты, одан кейін тағы бір нәрсеге байланысты, тағы бір нәрсеге байланысты деген секілді. Оны сабақты егер де дұрыс қараған болсаңыздар, сіз дәл қазір мен не айтқым келіп отырғанын біліп отырсыз. Жақсы. Креативтің басты мақсаты оқырманның назарын өзіне қаратып алып, оқырманды жарнамалық хабарландыруды оқуға итермелеу. Түсінген шығарсыз, жалпы. Яғни рекламаны көреді адам, көрген кезде бірден не істеп қалу керек. Бірден сол адам баннер болсын, видео болсын, бірден оның көзін тартып алу керек. Ол жерде баннер кәдімгі күшті эффектпен жасалған деген секілді, немесе жақсы прямо адамның бойына тиетін сөздермен жазылған деген секілді, соның барлығы болатын болса, онда уже жарнаманың жалпы нәтижесі жақсы болады. Креатив ретінде, жалпы креатив деген нәрсені айтып кетейін. Креатив дегеніміз ол осы біздің таргетке қолданылатын бүкіл жарнаманың материалы. Яғни ол жерде баннер болуы мүмкін, видео болуы мүмкін, одан кейін моушн видеолар болуы мүмкін деген секілді. Осының барлығы креатив деп аталады. Креатив деп біздер өзіміздің терминіміз бар, именно таргетологтар, жалпы осы маркетинг саласында біздер креатив деп осы нәрсені айтамыз. Видеоны айтамыз, именно жарнамаға қолданылатын видеоны, тексттің соның барлығын біздер креатив деп айтамыз. Яғни бұл жерде креатив ретінде анимациялық видеолар, моушн видеолар, эффекттер, әртүрлі эффектпен кетіп жатқан. Одан кейін баннерлер қолдана аламыз. Қайсысының тиімді және де нәтижелі екендігін тек тест жасау арқылы біле аласыз. Маған көп клиенттер келіп айтады, мысалы, например, просто жаңа бір, например, адам жазады, и ол дейтін видеосын жібереді, или баннерін жібереді, мына баннер өте ма, мына видео өте ма, қалай ойлайсыз деп айтады. Мен базар жоқ. Мен өзімнің профессионал екенімді айта аламын, реально. Мен бірден көрсете аламын, себебі менде қазір 4 жылдық тәжірибе бар да, и қай адамның баннері өтеді, қай адамның видеосы өтпейтіндігін, қайсысының өтетіндігін бірден айта аламын. Себебі менде уже кәдімгідей скилл жиналып қалды, яғни өзімнің тәжірибем болғандықтан мен бірден айта аламын. Бірақ сіз таргетті енді бастап жатқандықтан, сіз тек қана не айтасыз, тест жасау арқылы біле аласыз. Тіпті мен өзім қателесуім мүмкін, себебі мысалға мен айтқан, например, баннер өтпейді деп, на самом деле оны тест ретінде өтіп кетуі әбден мүмкін. Сондықтан любой жерде жаңадан клиентпен жұмыс жасаған кезде осындай тек қана тест арқылы біле аламыз деп айтуымыз керек. Тест арқылы. И примерно осы баннер маған қарағанда жақсырақ, оның реально жақсы екенін просто тест арқылы білеміз деп айтасыз. Одан кейін жарнамаға Instagram лентасының және сторисінің форматында қолдансаңыз болады, және де міндетті түрде осындай нәрсе осы форматта қолдану керек. Стористің көлемі 1080-де 1920, мына жерде бір санын ұмытып кетті. 1080-де 1920. Мына жердегі санға кешірім сұраймын. 1080-де 1920. Одан кейін лентаның көлемі 1200-де 1500, немесе 1080-де 1080. Одан кейін сантиметрмен былай береді. Кейде лентаның 4:5, 1:1, стористікін, қателеспесем, стористікін қазір өтірік айтпай ақ қояйын, мен ұмытып қалдым реально. Сондықтан мына жерде пиксельмен берілгенді жаттап алыңыздар. Одан кейін дизайнердің жұмыс жасаған кезде осындай форматта маған стористің көлемі керек. Стористің көлемі, даже дизайнердің өзі бұл нәрсені біледі негізінен, бірақ сіздің де білгеніңіз дұрыс. Одан кейін баннердің стористе көрсетілу ұзақтығы 5 секунд. Яғни просто қарапайым бір баннер болса 5 секунд. Ал сол 5 секундта сіздің баннеріңіз адамны ұстап қалмаса болды, уже сіздің таргетіңіз шамалы болып шығады да. Одан клик аз болады, охват аз болады. То есть клик аз болады, адамдардың өтуі аз болады, одан кейін заявка аз болады. Бірақ сіз оған өлең қосып, видео форматында істесеңіз болады, кәдімгідей бір музыкалар, динамичный музыкалар, немесе жақсы бір өлең, мысалы, например, әйел адамдарға жіберген кезде бір женская одеждаға жақсы бір музыка, трендовый музыкаларды, қандай бір лолипоп деген секілді, без разницы, сол секілді бір әдемі видео қосып істесеңіз, сол кезде ұзақтығы 15 секундқа дейін жасауға болады, 10 секунд, 15 секунд жасауға болады. Яғни мына жерде одан кейін InShot, VideoLip, Supa деген приложениялар бар. Бұлар Supa деген ол сайт, яғни сайттың ішінен видео жасайсыз, өте жақсы құрал, анимационный видео дайындауға.
моушн видеоны дайындауға. Одан кейін InShot пен видеолип, ол жерде жаңағы видеоны сіз монтировать етуге, монтажын жасауға өте жақсы приложениялар. InShot пен видеолип қосымша телефонның приложениесі, ал Супа ол сайт. Креативті жарнаманың нәтижелілігін CTR мен есептейді. CTR, егер де CTR 1%-дан жоғары болса, жақсы көрсеткіш. CTR 0,6 мен 1%-ның аралығында болса, онда норма, нормальный деген секілді. Ал егер де CTR 0,6-дан төмен болса, бұл жаман көрсеткіш. Уже 0,6-дан түсірмеген дұрыс. Бірақ ондай случайлар болады. Ол кезде не істейміз? Ол кезде просто жаңағы креативтерді өзгертеміз. Яғни креатив дегеніміз не? Баннер, видео, одан кейін текст, соның барлығын өзгертіп, қайтадан жібереміз. Сол кезде уже CTR-ды кез келген жаңағы сіздің клиентіңіз келеді, кез келген клиентке CTR-ды 1%-дан жоғары етіп жасауға жұмыс жасаңыз. Ал мен өзіме мынандай талап қойдым. Мен өзімнің кез келген клиентіме CTR-ды 2%-дан жоғары жасауға тырысамын. 2%-дан жоғары болатын болса, онда вообще результат мықты болады, и ол клиент менімен жұмыс жасауға, ұзақ уақыт жұмыс жасауға тырысады. Ұзақ уақыт жұмыс жасауға уже келіседі, сразу келіседі. Кеттік, мен сіздерге қазір CTR-ды қалай көру керектігін көрсетемін. Мына жерде мысалы, например, автовебинар каз деп тұр. Қайсы көрсетейін? Осыны көрсетейін, в принципе. Автовебинар каз, там бізде 695 клик болған, 32.080 охват болған. Енді CTR-ды қалай қараймыз? CTR-ды міне осылай өзіңіз жарнама кабинетінде тұрмыз. Енді міне мына жердегі кнопканы басасыздар. Немесе именно осы жарнама кабинеті сіздерде басқаша болуы мүмкін. Осы бөлімде, именно осы строкада, осы жерде біз нені тауып аламыз? Міне столбцы дегенді тауып аламыз, и осының ішінен эффективность и клики дегенге басамыз. Эффективность и клики сіздерде ең басында не тұрады? Результативность тұрады. Осылай деп тұрады. Одан кейін аласыз да оны эффективность и клики дегенге ауыстырасыз. Одан кейін жаңағы өзіңіздің жасаған таргет рекламаның тұсынан бүйтіп жылжытасыздар. Жылжытқан кезде міне қанша ақша кетті, қай уақытта бітті, показ қанша болды, CPM қанша болды. Одан кейін жалпы ссылкаға клик, одан кейін бір кликтің бағасы, барлығы жазылып тұр міне. CPM бұл жаңағы ненің 1000 показға, 1000 рет показ болғанның бағасы. Одан кейін CPC ол кликтің бағасы, cost per click деген нәрсе. И одан кейін кликабельность. Вот міне осы CTR. Яғни сізге там CTR-ды қалай есептейді деген нәрсе керек емес, просто Facebook-тың барлығы оны сізге автомат түрде есептеп береді. CTR, міне CTR деген тұр. Енді қараймыз. Міне 1,82%. Енді презентацияда көрсек, 1%-дан жоғары болса, сәйкесінше ол жақсы деген сөз. Міне басқа жарнамалардың CTR-ын көруге болады. Мысалы 1%, 1,49%, мына жерде 0,93, ең төмені 0,93 болып тұр. Ең жоғарғысы 1,82%. Яғни бұл жерде әртүрлі рекламалар. Енді клики все деген нәрсе бар. Клики все деген ол тек қана жарнама, подробнее деген, міне қараңыз, клики по ссылке деген нәрсе, ол тек қана именно подробнее деген, именно сол жерде подробнее деген басқа кнопкада болуы мүмкін, именно сол кнопкаға басқан адамдардың саны. Ал клики все, ол жерде сіздің Instagram жарнамада көріп тұрады, Instagram аккаунт. Сол Instagramға аккаунтқа өткен адамдар болуы мүмкін, баннердің үстінен басқан адамдар болуы мүмкін, одан кейін комментарийге кірген адамдар болуы мүмкін. То есть сол жердегі бүкіл кликтердің барлығы саналады, оның барлығы бізде 834 деген нәрсені көрсетіп тұр. Так, CTR дегенде қалай қарау керектігін көрсеттім. Жақсы және нашар мысалдарды талқылайық, қазір көрсетем. Мысалға, мына жерде жақсы мысал, бір реклама, мысалға 1,82% CTR-ды көрсетіп тұр. Жалпы жаман емес CTR. Мысалға, лента мен сториске жіберілген реклама көрейік. Бізде қандай реклама келді екен? Мысалы, бизнес бастаудың рекламасы. Мына жерде қараңыздар. Жаңағыдай немен 2020-да Каспирге керек 8 құрал, әлі 87% кәсіпкерлер білмейтін құралды алу үшін подробный батырмасын басыңыз деген реклама кетті. И мына жердегі не жазылып тұрғанына жазу, подробный батырмасын басыңыз деген не нәрсеге жұмыс жасайды? Мына кликке жұмыс жасайды. Кликтің барынша осындай жаңа дизайн мен баннер дайындаған дұрыс. Яғни бұның CTR-ы жақсы болды деген сөз, көрдіңіздер. Енді бағанағы 0,93 дегенді көрейік. Яғни нашар версиясын. Кеттік.
яғни өтпеген. Бұл реклама жалпы өтпеген деуге келмейді. Бізде норма CTR жаңағы несі бойынша, түсінігі бойынша нормаға келеді. И бұның жаңағы клик 361, жалпы мынандай материал қолданылған. Именно біздер осындай дайындағанбыз. Так, кеттік. Общий 37.696 и CTR 0.93%. Яғни бұл жерде минус не нәрсе? Бұл жерде там текст көп, адамдар мына жерде мынаны барлығын оқып үлгермейді. Одан кейін мына жерде тоже оқып үлгермейді. И из-за этого адамдар просто өтпей салған, например, осы нәрсе. Жалпы дизайн бойынша былай нормально, бірақ именно адамдардың көзіне слишком көп текст, и адамдар көбіне оқи бермейді. Прям нені қарап тұрып деген секілді. Сондықтан бұл жерде жаңағыдай бір көп текст қолданбаған дұрыс. Тоже менде де ондай қателіктер болады. Жалпы жұмыс жасаған кезде маған берген, например, видео мүмкін типа менің ойымша өтіп қалуы мүмкін деп ойлаймын да, и жіберген кезде на самом деле ол өтпей қалуы мүмкін. Осы нәрсе. То есть любой нәрсені, любой жаңағы креативтің барлығын тек қана тест арқылы не істей аламыз. Тест арқылы өтетін, өтпейтінін анықтай аламыз. Кеттік. Жарнамада ең басты алғашқы 2 секундта оқырманның назарын ұстап қалу керек бізге. Даже бір баннер жіберген кезде 5 секунд қана беріледі да бізде, 5 секунд. Именно соның ең бастапқы 2 секундында ұстап қалмайтын болсақ адамды, ары қарай болды уже. Ары қарай уже басындағы сөз ғана маңызды, реально. Ары қарай уже адамдар егер де осы басында ұстап қалса, ары қарай сөздері ол там керек емес. Көбіне мысалға мынандай қателіктер кездеседі. Видео дайындайды, и видеода сәлем, менің есімім мынандай, мен мынандаймын, мен маркетолог деп бастаған кезде сәлем деген сөзден бастап уже болды. Бүкіл клиенттерін жоғалтып алды, бүкіл адамдарды жоғалтып алды. Себебі сәлем, менің есімім, ешкімге қызық емес ол нәрсе. Оның есімі кім, ол кіммен айналысады деген секілді. Ең басынан сразу адамның реклама көрді ме, тарс ұру керек та сразу. Оны қалай ұрамыз? Оны больмен ұрамыз. Оның больін айтамыз, сразу больін айтамыз. Алдында офер жазу несінде жарнамалық хабарландыру жазу сабағында айтқан болады. Именно сразу интрига қою керек там. 1 теңгелік кофе деген секілді. Сразу адамға тарс еткізіп не істеу керек, андай шок алатындай, мә деген секілді. Кәдімгі миында бір жарылыс болатын. Сол кезде ғана біздер адамды ұстап қаламыз. Әр креативті өз ісінің мамандары жасаған дұрыс. В основном, егер де сіз енді жасап жатқан таргетолог болсаңыз, онда біздер қосымша жаңа сабақтар дайындап қойдық. Мобилография бар, одан кейін таплинк сайт жасау бар, одан кейін дизайн бойынша фотошоппен баннер жасау бар. Яғни сіздер өздеріңіз меңгеріп жасай аласыздар. Одан кейін уже міндетті түрде деңгейлеріңіз өседі. Сол кезде уже профессионалды дизайнерге, монтажерға бересіздер, мен секілді. Баннерлердегі баннерлерді кім жасайды? Графикалық дизайнер. Одан кейін видеоларды сторисмейкер жасайды, видеограф жасайды, мобилограф жасайды. Одан кейін motion стористерді stories motion маманы жасайды. Жарнамалық креативтерді, то есть кімдер жасайды деген кезде, и осы мамандарды іздейсіздер. Жарнамалық креативтер жайлы негізгі түсінік қалыптасты деп ойлаймын. Бүгінгі сабақ бітті. Келесі сабақта кездескенше.